Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан салат жасайтын боламыз. Ал бастайық, бізге ең алдымен 2 баклажан қажет болады. Оны жуып тазалап, видеода көрсетілгендей етіп, ұзын етіп кесіп шығамыз. Баклажандарымызды кесіп болғаннан кейін, оны тұз қосылған суға салып қоюымыз қажет. Яғни үлкен ыдысқа салқын су құйып, оған 2 ас қасық тұз қосамыз. Сөйтіп барлық баклажанды салып, бірнеше минутқа қойып қоямыз. Енді баклажандарды судан шығарамыз. Салфеткаға видеода көрсетілгендей етіп сүртіп шығамыз. Енді әр сухариді жұмыртқаға, одан кейін ұнға немесе панировочный сухариға салып, әрқайсысын қуырып шығамыз. Он немесе панировочный сухари қосылғаныңыз келмесе, тек қана жұмыртқаны қоссаңыздар да болады. Немесе баклажанның өзін қуыра берсеңіздер де болады. Баклажанның барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Енді баклажандарды қызып тұрған майға 2 бетін аудара отырып қуырып шығамыз. Енді бізге салмасына 1 қызанақ қажет болады. Қызанақты видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Бізге чеснок қажет болады. Чеснокты майда теркадан өткіземіз. Барлық чесноктарды теркадан өткізіп болғаннан кейін, оған майонез қосамыз. Енді әр баклажанға чеснок пен майонезді жағып, оның арасына қызанақты салып, видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Осы ретпен барлық баклажандарды жасап шығу қажет. Біздің баклажаннан жасалған салатымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!